Тәуекел. Жарылқасын Нұсқабайұлы. Жүсекең малын әдетінше күн шыға өргізді. Кеше ымырт үйірілгенге дейін жайып, кеш қамаған қой еріншектеу көтеріліп, керіліп созылып, сілкініп, пысқырып жүріп қорадан шыққанша сүт пісірім уақыт өтті. Өріске беттеген қоралы қойдың шет-шетін қоғамдап, көзімен бір шолып шыққан соң өзі қораға қайтып келді. Әйелінің ескілікті ауруы қайталап, бір аптадан бері шойырылып бол жатыр. Ауылда қалатын жаман жәутік малға қарап, қора тазалағанды былай қойғанда тысқа кіріп шығуы мұң. Бар сүйенер де, серігі де биыл 5-ке толған кенже баласы Әбілжан. Үйдің алдында тау болып үйіліп жатқан сексеуілден сүйегі майдалау, өзінің шамасы келетіндерін бір-бірлеп сүйреп, үйге кіргізіп беретінде сол. Мұның оқуға жасы жетпеген жақсы болды ғой. Әйтпесе менің күнім не болар еді, дейді шешесі Салкүл. Мұнысы томпаңдаған тіл алғыш баласына көрсеткен қошеметі, мақтауы болғанмен шындығы сол. Өйткені бұл үйдің ересектеу ұл-қызы түгел колхоз орталығында жатып оқиды. Айына бір қатынаған жолаушы, базаршы, малшылар болмаса, ата-ананың баладан, балаларының қойлы ауылдағы әке-шешесінен мүлде хабары жоқ. Әбілжан, айналайын қара тентегінен, кел енді екеулеп мына қазан ошақты былай алып қояйық. Сосын әкең келгенше екеулеп дастархан жаяйық. Баланың шешесі тізерлеп сүйретілген күйі темір ошақтың үстіндегі шағын қара қазанды бір құлағынан өзі ұстап, екінші құлағына жақындай берген баласына тұтқышты пальтоның сыртқы қалтасы сияқты күйе-күйе киіз қалтаны ұстата берді. Бала жаңа ғана осы қазанға жапқан, өзі ши қалпақтың етегіндей делдеген қолындағы ып-ыстық бәтірді күпайкасының қалтасына екі бүктеп сүңгітіп жіберді де, екі қолына екі тұтқышты кие салып, қазанның бір құлағына жармасты. Екі жарты бір бүтін болып ошақтағы қара қазанды киіз үйдің іргесіндегі орнына қойғанда шешесі ұлына: «Әбілжан, енді барып әкеңді шақырып кел, суымай тамағын ішсін» деді. Томпақ қара бала шешесінің сөзінің соңын айтқызып үлгертпей-ақ жүгіре жөнелді. «Ата, тамақ ішіңіз» деді бала әкесі күреп жатқан қораның есігінен қарап. Жүсекең кенже баласына өзін ата дегізіп үйреткен еді. «Қазір айналайын, өзімде болып қалдым. Мына кесек қиды алып тастамасақ кешке дейін тастай қатып қалады, түнде қойдың жамбасына батады». Жүсекең шаруаға қанық, өзі теңдес кісімен сөйлесіп жүргендей, істеп жатқан жұмысын баласына ежіктей түсіндіріп жатыр. Қолындағы күрегін босағаға сүйей салып, үйге қарай жүрді. «Жүр, барайық, шешең ұрсып тастар». Қол жуып болған соң тымағын төрдегі жаюлы төсекке қарай тастай салды да, өзі етігін шешпестен жаюлы дастарханды қапталдай жантая кетті. Сосын киіз үйдің нақ ортасында қыз-қыз жанған отқа келтек шегерді ысыра түсті. «Жазған-ау, аяғыңды шешіп, жайласып ішсеңші асыңды». «Жә, қойшы сон, бәтшағарды шешіп киюдің өзі бір ақырет. Өзін Бақты-қожаның баласы Мәуленге қайта бастатып алмасам болмас. Ұлтарақ шылғауды соқталап кимеген соң кейін бола ма бұл» деп, Жүсекең аяғындағы саптама етігін өкшесін жерге бірер соғып қойды. «Кемпір-ау, бүгінгі бәтірің де бұламығың да дәмді екен. Тіпті мынауың тіл үйрет» деп жайпақ ағаш табаққа құйылған сұйық бұламықты шаймалай бастады. «Саған қазаның асулы, төсегің салулы тұрса болған. Менің жайымды ойламайсың. Мына аяғым оңалатын емес. Тізерлеп жүріп кәріп болдым». Шешесінің сырт айналып жаулығының ұшын көзіне апара жатқанын көрген Әбілжан бұламық жалап отырған қасығын қоя салып, жәутіңдеп әкесіне бір, шешесіне бір қарады. «Іш тамағыңды, айналайын. Апаңның аяғы ертең-ақ жазылып кетеді. Енді 4-5 күнде қысқы демалысқа шыққан соң Қаланжан ағаң да келіп қалар. Сосын доқтыр ма, тәуіп пе, біріне көрінесің». Жүсекең баласына айтқан әңгімесінің соңын бәйбішесіне жауап қылып тамандады. Әупілдеп үй төртте артынша түйенің бақпақ еткен даусы, біреудің «Кет, кетей» дегені анық естілді. «Әбілжан, біреу келді ғой деймін. Бар шықшы. Ана неме қауып алып жүрер». Көрші қойшы құдай берген екен. «Әй Әбілжан, мына итіңді шақырш, түйемді шөгертпей тұр», деді есіктен шыққан баланы көрген жас қойшы. «Ұзықұт, кет, кет, Ұзықұт».
Басы келідей сары төбет солай ма жарайды дегенде тоқпақтай келте құйрығын шолтаң еткізіп бір бұлғады да анадай жерге барып жата кетті. Жүсекең үйде ме? Қарсы жүріп қол берген баланы жігіт арқасынан қақты. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жоғары шық, балам. Жоқ, мен отырмаймын, нан ауыз тиейін. Ауыл елің үй ішің аман ба әйтеуір? Апының қашып кетіпті. Іргелес отырған шопан жігіттің суыт жүрісінен секем алған Жүсекең тіктеліп отыр. Аманшылық, түнде қораға қасқыр түсіп, соған келдім. Не дейді? Биылдыққа тыныш едік, бір бәлекет келді десеңші. Я, айтшы қалай болды? Егжей-тегжейін жолшыбай айтармын, Жүсеке. Біздің арғы жағымызда қойшыларды айналдырғанына бірер күн болған. Сосын сақтықта қорлық жоқ деп, қораны айнала қақпан құрып едім, соның біреуін алып кетіпті. Малың аман ба? Шығын бар ептеген. Енді соның ізіне түссек деп келдім. Мылтық жоқ, жалғыз қууға қорықтым. Баруым барармын ау, бірақ біздің малды қайтеміз. Өргізіп жібердім ғой, жеңгеңнің отырысы мынау. Білем ғой, сондықтан бізде малды сіздерге қарай шығардық. 2 қора қойға бүгінше біздің Тәңірберген ие болар. Жаңа айтып кеттім. Қазір сіздің отарды солай беттетсек, Тәңірберген де алдынан шығады. Ендеше мен тез атты ерттей қояйын. Жүсеке, ер тұрманы қасында болса мен-ақ ерттей берейін. Сіз киініп, сойылыңызды сайлаңыз. Бірі түйелі, екінші атты, 2 қойшы түнде жауған қырбақ қардан із кесе бастаған кезде қар қайта қылаулады. Жаңа түскен іздік қар бетіндегі қоянның, түлкінің ізі сайрап жатыр. Қасқырдың ізінде оңай табатын шығармыз. Жорғалаған тірі жанның ізі жосып жатыр ғой жүда. Оның ізін де өзінде табармыз-ау, балам. Тек соны қалай соғудың көзін таппай жүрмесек болған. Екеуміз де құр қолмыз. Бар сенеріміз анау сары төбет пен мына сойыл. Тәуекел де, балам. Шешінген судан тайынбас. Бір мәнісі болар. Тәуекел ердің қорғаны. Орта бойлы, мығым денелі жігіт ағасы болып қалған Жүсекең сойылын беліне қыстырып, атына қонғанда, қорасына шапқан қасқырды соғып алғандай қуанған Құдайберген жорықтың қауіптілігі мына сөзді естігенде ғана шын түсінді. Астындағы қоспағын тебініп қалып, Жүсекеңе жанаса түсті. Жайшылықта да күлкілдеп, көзінің етек жағын басып тұратын қабағы мүлде салбырап, қоршықтау шекесіндегі етексіз келте қастары бір-біріне жақындай түсіп, қайырған қаптың ернеуі сияқты түрік еріндері дүрдие қалыпты. Тап қазір 2 қойшының көзі жерде болғанмен, көңілдері әлде қайда. Әңгіме тыйылғанмен жүріс саябырлаған жоқ. Бірі жортып, екіншісі желіп қасқыр шапқан қораның тап шелкесіндегі бұйрат құмға шыға берді. Ол бәлекет осы бұйратты бойлап қашқан шығар. Әншейінде бұта-бұта, сай-жыраны сағалап, бұқпантайлап күн кешкен нәлет аяғына қақпан іліккен соң, одан бетер сақта аяншақ болған шығар-ау. Таңға жуық түскені ақиқат десек, ол көп ұзай қойған жоқ. Қане, енді 2 жарылып іс кесейік. Сақ жүрерсің. Бір сексеуілдің бе, жарқабақтың ба түбінен тұра қашқанда түйең үркіп, тастап кетіп жүрмесін деп әзілдеп қояды Жүсекең. Жақсы жәке, онда мен анау кенеремен жүрейін. Жүсекең ат шаптырым жердегі шошақ құмға көз салды. Төңіректегі сексеуілі қалың өскен жал-жал құмның жоталана барып тоғысқан жері еді. Бұл маңдағы ең биік құм осы болған соң, қойшылар оның басындағы қау болып өскен сексеуілге шөп-шалаң, шырпы жауып қарақшы еткен. Бұл құмның басына осы 2 қойшы да талай шыққан. Мынау құмның 2 бетіндегі оты қалың бұйратқа отары тоқтап, жайылған кезде шоқыны бөктерлей келіп басына шығып, төңірекке көз тастау қандай рақат. Ондайда тым әрдегі болмаса да, қозы көш жердегі жайылған мал, жалғыз жарым жүргінші алақаныңдағыдай түп-түгел көрінеді. Бір қызығы сол, биік құмның басына шыққан қойшы айналасындағын түгел тамашаласа, мені көрдіңдер ме дегендей, қыр басына шыға келген қойшы да төңірегінделерін көз алдында болады. Мұндайда сонандайдан бірін-бірі көрген шопандар тұмақ бұлғасып, ұшырасып, көрген білгенін,
естігенін өзара ортаға салар еді. Жүсекеңнің ойын Сарыала төбеттің қаңқ еткен даусы бөлді. Итінің жөн-жосықсыз үрмейтін сырын білетін шопан, иттің даусы тап қайдан шыққанын анық білмесе де, айт деп алға қарай шоқыта жөнелді. Сол шапқан күйі алдындағы қырқаға шығып, ат басын бір-ақ тартты. Ерден көтеріліп, екі үзеңгіге тұрып, жан-жағына көз тастады. Құмның оң жақ қапталындағы бұтасы қалың өскен бұйратта сары төбет салақтап қырдың бұлаңдаған қызыл түлкісін қуып жүр екен. Үлкендегі танадай сары төбеттің жете алмасына көзі жеткен әккі түлкі көп ұзап кетпей бұта айналып қашады. Ит шаршаса үрет, адам шаршаса күлет демекші, сары төбеттің анда-санда бір қаңқ еткені қажығанының белгісі. Итінің босқа арамдер болып жүргенін қаламаған Жүсекең, ұзықұт кә деуі мұң екен, Сарыала төбет қуып жүрген түлкісін тастай салып, иесіне қарай жүгірді. Келуін келсе де, сала құлаш тілін жей алмай әлек болған күйі, түлкі қалған жаққа қарап қайта ұмтылды. Ұзықұт! Жүсекең бұл жолы итіне кейіп зілмен шақырды. Сары төбет мұным ұяттау болдау дегендей арсалаңдап жеткен бойы, иесінің атын жанамалай беріп, құлағын жұмып, мықыны мен келте құйрығын қоса бұғаңдатты. Сосын озыңқырап барып таяқ тастам жердегі бір дөңестің қарына бауырын төсеп жата кетті де, алдындағы ұлпа қардан ашқарақтанып бір-екі қауып қалды. Күшік кезінен асыраған бұл иттің Жүсекеңе серік болғанына 8-ші жыл. Ұясына жеткелі қысы-жазы күні-түні қойшының айырылмас серігіне айналған. Қал деп өзі тастап кетпесе, бір ел ажырамайды. Есті ит. Қораға ұзақ құт болсын деп анасы Нағима шешейдің өзі Ұзықұт қойған. Содан бері мал жан аман, ұры-қары, ит құстан да тыныш. Рас, қиналған, қысылған сәттерде жоқ емес. Бірақ түбі қайыр болған соң, өткінші қиындықты жіпке тізіп жату Жүсекеңнің дағдысында жоқ. Есіне түссе еріксіз күледі. Бұл Сарыала төбеттің талай қылығы елге тарап кетті. Бөтен мал, бөтен итті ауылдың төңірегінен жүргізбейтін бұлай қойғанда, 3-4 жыл бұрынғы қауға оқиғасынан кейін тіпті ауылдастарын өзі де аяғын тартып қалды. Бір күні ауылдағы Тайман қойшы таң қараңғысынан тұрып, Жүсекеңдікінен қауға алуға келсе, бұл үйдің адамдары түгел таңғы тәтті ұйқыда жатыр екен. Онсыз да қажып жүрген көршісінің ұйқысын бұзғысы келмей, ошақ басында үйеулі жатқан отынның үстіндегі қауғаны өзі-ақ алып кетпекші болып, Тайман аяғын ептеп басып, отынға жетеді де, еңкейіп қауғаны ала бергенде, Жүсекеңнің осы сары төбеті ту сыртынан келеді де, Тайман қойшының екі иығына екі алдыңғы аяғын салып, ырылдап тұра қалады. Өзге әрекет істеу былай тұрсын белін жазып, бойын тіктеп ұстайын десе де ырылдайды. Күнде болмаса да күнәра көріп жүрген ит қой, атын аттасам кетер деген оймен өзімсініп, Ұзықұт, кет, саған не болды дейді. Ошақ басында тіке тірескен ит пен Тайманды көрген Жүсекең жағдайды бірден түсініп, ойпыр-ай, Тайекай, қолыңның жымқырмасы барын біз ғана білетін шығармыз десек, итекеш итке де мәлім екенсің ау деп қалжыңға басты. Әй, тәңір алсын сені, тәңір алғыр. Кісі өлейін деп тұрсам, мұның әзіл қалмайды екен. Шақырсаңшы мына бәлеңді. Қатты қорықтың ба? Суық-суық ұрттап жібер. Жоға, кешегі соғыста немістің небір әфшар кісімен бетпе-бет келгенде де жүрегім жарылған жоқ деп батырсынды. Сол сары ит өз міндетін әлі де адал атқарып келеді. Әй, Құдай берген, деді Жүсекең. Сосын қолын бұлғады. Не, Жүсеке табылды ма? Дейді астындағы түйесін қос өкпеге тепкілеп, екпіндете келген Құдай берген. Жүсекең оның сұрағына сұрақпен жауап берді. Ана қоян сүйек пен жүзгеннің арасындағы ізді көріп тұрмысың? Көке-ау, жап-жаңа ғой өзі. Аяғында абажадай қақпаны бар қасқыр ұзап қайда барсын? Өзінің алдыңғы оң аяғынан түсіпті. Аяғын ауырсынып қақпанды жерге сүйретпей жүргеніне қарағанда денелі, сирағы да сидам сияқты. Бірақ арагідік қақпаның серіппесінің ұшы жерсізіп барады екен. Әттеген-ай, қақпанға тоқпақ байлағаныңда бүйтіп ұзамас еді. Қақпан дәу қақпан еді, бірақ аяғын қиып кетпепті ғой. Жерге сүйретсе әр нәрсеге бір соғып қиып та кетуі мүмкін еді. Бірақ бұл сорлы жанын аяп, қақпанды салақтатып көтеріп барады.
Бізге сонысы жақсы. Біріншіден, қақпанды жерге тигізбей көтеремін деп күшін сарқат. Екіншіден, алдыңғы аяғына ошақтай қақпан киіп алған неме бізбен кездескенде де көп қайрат көрсете алмас деп ойлаймын. Біз асықпайық. Бөрінің өзін көрмегенімізбен мен мұндалап жатқан ізін көріп келеміз. Енді адаспаспыз. Біраз өкшелеп өзіне түсіп дем алдырмай қажытайық. Әйтпесе құрқыл қасқыр соғып алуымыз қиын болар. Көке өзі арлан-ау, ізі тіпті үлкен ғой. Арланы арлан, бірақ қақпан мен дененің салмағы үш аяғына ғана ауып, ізі де тарбиып келеді. Асықпасақ анау шоқының маңынан өзінде көрерсің. Енді екеуміз жік жазбай жүрейік, сақ бол. Ол бізге шаба қоймас. Жас шопан бұл сөзді айтарын айтса да, қоржынынан басы шошайып келе жатқан жиде шоқпарын қолына алып, оңтайланып отырды. Жаны қиналған найзапты үйтпейді, бүйтпейді деп бола ма? Сақтықта қорлық жоқ балам, ал кеттік. Айт. Жүсекең астындағы шегір көз қасқасын тебініп алға қарай тұра шапты. Жас шопанда қиқу салып атының соңынан ілесті. Өзі ештеңе көрмесе де айқайы қасқарды өкшелеп барып қалған аттылының айқайынан да зор. Онсыз да тапыраңдап келе жатқан қоспағын бас көзге сабалап елеурей түсті. Аттылының аты Аттылы. Бұл таяқ тастам жерге жетемін дегенше Жүсекеңде құйрығынан басына қарай әрі жуандап, әрі биіктей түсетін жайын балық пішінді сылап қатқан құмнан асып көрінбей кетті. Құдайбергенге оның үздіксіз айт деген айтағы мен сары төбеттің болыға үрген үні ғана естіледі. Жас жігіт әлгі құмға шыға келгенде тап өзіне қарай тура тартқан қасқырды көргенде не істерін білмей бар қайраты айқайын үдете түсті. Жаңағы құмның арғы беті құмшауыттанып барып, тақырға айналатын жазық болған соң, бөрі бой тасалайтын бұта жарасы барлау құмға қарай бұрыла қашты. Қарсы алдынан далбақтап түйелі қойшы шыға келген соң қасқыр көп ойланып жатпай-ақ оң жақ қапталда қалыңқырап бара жатқан шошақ құмға қарай тартты. Айт, деді Жүсекең де қасқырдың соңынан ілескенімен асты тоң болып қата қоймаған шағылға аты малтығып шабысы өнбет. Екі жағынан бірдей анталап адам шыға келген соң, абдырап сәл тосылыңқырап қалған қасқырға еркін жеткен дәу төбет бөріні қара санына бір тартып шоқаң еткізді. Екпінімен ағып өтіп қайта ұмтылған итке кере қарс азуын ырситып тап берген арланға шалдырмай сары төбет ойқастап кетті. Бірақ екі жағынан міндірмелеп келіп қалған адамдардан ығып қашайын деп бұрылса болғаны сары төбет бір тартып кетеді. Енді қасқырдың қашып жарытпайтын байқалды. Сондықтан оның анау биік құмның баурайындағы қалың сексеуілге барар жолын бөгеп, жазыққа қарай ысырмалай түсу қажет еді. Құдайберген, сен бері өт, мына қалыңға қарай қашатын жолын бөгейік. Онда анау кемерге қарай қашып кетпей ме, көке? Одан да осы жерде ортаға алып көрсек қайтеді өзін? Жоқ, қажей қоймаған сияқты. Әлде болса біраз әуелемелесек, біреуімізді майып қалып кетер. Тыныс алдырмай қуа берейік. Сары төбетте сазайын беріп келеді. Осылай тартқылап жүріп, тілерсегін қиып жіберсе болар еді. Әне, тағы бір тартты. Айтақ, әй Құдайберген, мына бәлекетін қақпаны тастап кеткелі жүр ғой. Көрдің бе аяғым бір қауып қалғанын? Сірә терісіне ғана ілініп қалған-ау құрғыр. Сөйткенше болмады, қасқыр айнала кереге тақылеттеніп, қоян сүйек, сексеуіл өскен қозы күрке сияқты қуысқа кіріп кетті де, артынан ентелей жеткен итке айбат шегіп тұра қалды. Бірақ екі көзі адамдарда, ызамен жалт-жұлт етеді. Негізгі жауы сары ала төбет емес адам екенін анық білетін тәрізді. Ойбай Құдайберген, мұнан дем алдырмайық. Екеуміз екі бүйірінен жақындап таяқпен ұрғылайық. Сонда анау есік сияқты қуысын бірінен қашып шығады. Деп Жүсекең атымен жақындай берген сол ет, айтса айтқандай арлан тұра қашты. Қашқанда да бұл жолы алды-артына қарамай, жаңа жас қойшы айтқан кенереге қарай салды. Сары ала төбет соңында, содан жалтақтап қорғана қашып барады. Мына бәлекеттің жаңа сәл кідіргеннің өзіне ширап қалған көрдің бе? Жайдақта жүрсе ұзы-құтақ дамыл таптырмас. Қане тезірек қимылдайық. Ол бәлені көзден таса қылуға болмайды деп Жүсекең шоқыта жөнелді. Екі қойшы жетемін дегенше
Сар төбетте арланды жан-жағы кертіп алғандай тіп-тік әрі тұйық жарға қамапты. Тек төбесіне барар жол ғана шайпақтау. Қасқыр бұл жарға жандалбасамен кептеліп қалды ма, әлде өзге амал құрған соң әдейі істеді ме? Онысы белгісіз. Екі жаны мен ту сыртынан жау келмесін сезген арлан итке қарсы қарап жүресіне жатып алыпты. Сар төбет тым жақындаудан жүрексініп, 3-4 қадам жерден ғана айбат қылып арс-арс етеді. Ойпыр-ай, мына бәлекеттің пиғылының жаман көрдің бе? Өлсем де беріспеспін деген ғой мынаусы. Бәтшағар, мұндай батырлығы жүрегі болмаса бөрі атана ма деп, Жүсекең арланның тығырыққа тірелген сәттегі әрекетіне разылығын білдірді. Ен не істеймін Жүсеке, деді арланның айбатынан шошынған бала қойшы. Итті айтақтап сексеуіл сындырып таяқ лақтырып көрейік. Мен осында тұра тұрайын. Сен тез сексеуілдің жігерінен сындырып әкел. Әне мені дегенше 3-4 келтекті бөктеріп, Құдай бергенде жетті. Түйе үстінде тұрып бір-бірлеп Жүсекеңе беріп жатыр. Жүсекең дәлдеп тұрып жігерді үстін лақтырғанымен қасқырға соның біреуі ғана тиді. Арлан жардың ұшар басына қарай сәл шегінгені болмаса, қашатын сыңай танытпады. Қайта жаңағыдан да жауығып, көздері қанталап, келсең кел дегендей нығарлана жатты. Ал балам, ендігі кезек біздікі. Ерте күнді кеш қылып бұлай тұра бергеннен түк шықпайды. Қасқыр қайратын жиып қайта қашып әуре қылуы да ықтимал. Сондықтан соқыр бір іс бастады, Құдай оны қош көрсе дегендей тәуекел етпей болмас. Мен атпен арланға қарсы барам. Не қашар, не маған атылар. Сен де оңтайланып жақындау тұр. Қасқырмен жағаласып қалсам, көмекке ұмтыларсың. Көке-ау, ол қалай болар екен? Қасқыр құрсын. Жоқ, оның енді жігіттің сөз емес балам. Аяғында қақпаны бар қасқырды екі бірдей азамат жүріп ұрып ала алмадық деп жұртқа қалай айтамыз? Бөрекеш бөрде тәуекел етіп жатқан жоқ па? Жүсекең тымағының бауын алқымынан алып мықтап байлап, шидемінің етегінен екі тізесін қымтап, атының шылбырын жинаңқырап қойды да, қолындағы сойылын оңтайлап ұстап, атын тебініп қалды. Ұзықұт, айт деп қойды. Иесінің айбарлы айқайын ес тұтқан Сартөбет әлгідей емес, батылдау қимылдап, өршелене үріп, артқы аяқтарымен жерді осып-осып жіберді. Бір бәленің боларын сезген қасқыр жүгіруге сайланған спортшыдай артқы екі аяғын жерге нық тіреп алды. Жас қойшыда зәре жоқ. Екі көзі қасқырда, түйесін ілгері жүргізбек болып итіне береді. Жүсекеңнің астындағы мойны сала құлаш шегір көз айғырда секем алып тұр. Иесі шу десе тайнар түрі жоқ. Осқырынып, қасқыр сәл қимылдаса құлағын қайшылап алады да қайта жұмады. Жүсекең қасқыр секіре қалса, сойыл сілтеу оңтайлы болсын деп бөрінің оң жағын ала қиғаштай берді де итін айтақтайды. Ұзықұт, айт, бас! Сары төбет жотасын күдірейтіп, мұрнын тыржитып, сояудай тістерін ақсита айбат шегіп, тап-тап береді. Бірақ қасқырдың екі көзі аттылыда. Ол қалай қозғалса, ол да нысанаға аузын бұрған зеңбіректей жайымен солай икемделеді. Артқы екі аяғын тынымсыз қозғап бауырына қарай жиыра береді. Мұның жақсылығы емес, көзімді айырмайын, көзім тайсақ атылғалы жатыр деп топшылаған Жүсекең тағы да жақындай түспек болып, атын тебіне берген сол ет, көкшулан арлан аттылыға қарай бірақ қарғыды. Жүсекең шоқпарын көтеріп сілтеймін дегенше астындағы айғыры кілт шегініп қалды. Сол себеп болды ма, жоқ әлде шаршаған арланның шамасы сол болды ма, діттеген жеріне жете алмай, ауаны қармаған күйі ұшып түсті. Қойшы да жоғары көтеріп үлгерген сойылымен қасқырды көк желкеден қонжитып ақ жіберді. Бірақ соққы сәл ауа тиген болуы керек, қасқыр жерге қиқайып бір мойындап түсті. Қашқан жауға қатын ер дегендей, күні бойы тайсақтап тұрған Сартөбет соққыдан есеңгіреп қалған арланды ұмар-жұмар бас салды да алқымына жабысты. Мына әккі найсап әлде тыйлы. Иттің бір жерін шайнап тастар деді де Жүсекең атынан секіріп түсіп, аузын арандай ашып, иттің бір жерін қармап қалмақшы болып тыпырлап жатқан қасқырдың қара тұмсығынан салып кетті. Қасқағым сәтте өткен мына қанды айқасты сырттай тамашалап қалған жас қойшы түрегеп тұрған түйесіне домалай түсіп Жүсекеңді құшақтай алды.
Ой көке, азамат екенсіз. Не болады деп жанымды шүберекке түйіп тұр едім. Рахмет, ер екенсіз, азамат екенсіз деп қайталай берді. Жесекең шырайлана жымиып қойды. Қарағым, өмірдің серті тәуекел емес пе? Тәуекел ердің қайығы деген. Әйтпесе қазақтың қасқыр соғып жүрген жаңа ма? Жас жігіт ағасына, оның бет жүзіндегі өмір таңбасындай сүйкімді әжімдеріне сүйсіне қараған күйі басын изей берді.